Бәріңізге сәлем. Бүгін сіздермен красный бархат тортының себестоимостін анықтайтын боламыз, яғни өзінің құнын және де шығынын анықтаймыз. Бұл жерде мен красный бархат тортын алдым. Сіздер өзіңіз қалған кез келген тортты қойып есептесеңіздер болады. Алдымен қағаз бетіне бізге керекті барлық ингредиенттердің мөлшерін жазып алдым. Осылайынан менде мұнда бірінші қамырының, кремінің және де обтяжкасының барлық кеткен ингредиенттер. Енді бұлардың қасына сіздердің өңірлеріңізде мысалға ұнның килограммы қанша теңге, соны жазып алам. Осылай әрқайсының жанына жазып алдым. Енді осы кестені пайдалана отыра әрқайсысын кестелейтін боламын. Ұнның бағасын табайық. Ол үшін 340-ты көбейтеміз 300-ге және бөлеміз 1000-ға. 102 теңге шықты. Ұнның қасына жазып қоямыз. 102 деп. Енді қантты тауып көрейік. Қантты да дәл солай осы кесте арқылы 300 көбейтілген 350 бөлінген 1000. Сонда бізде 105 теңге шығады. Осылай барлығын жазып шығамыз. Ал енді қамыр қопсытқыштың бағасын тапқан кезде біз осы кесте арқылы 8 көбейтілген 60 бөлінген 10 грамм. Сонда бізде 48 теңге болады. 48 деп жанына жазып қоямыз. Құндарын осылай есептеп алдық. Енді мен осы жерге декорға керек заттар, яғни подложка, коробка және декорды жазған болатынмын. Енді барлығын қосып шығамыз. Ең алдымен қамырын есептейміз. Осылай калькулятормен 102 плюс соңында бізде 4860 деген сан шықты, яғни бұл біздің осы тортқа кететін шығынның саны 4860 теңге шықты. Бұл бізде, яғни 2 килограммдық красный бархат тортына кететін. Енді сіздер мысалға өздеріңіз қанша теңгеге сатасыздар? 1 килограмм 4000 теңгеге сатсаңыздар, 4000 көбейтілген 2, сонда бізде 8000 шығады. Яғни 8000 бөлінген алынған 4860 деп есептеп аламыз. Яғни сіз осы торттан 3140 теңге табасыз. Оның ішінде тағы да электр, су деген сияқты заттар бар. Мысалға сіздер 4000 орнына 1 килограмм 5000-ға сатсаңыздар, одан да көп пайда түсуі мүмкін осы жерде. Сонымен видео сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Видеоны менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.